Бүгін еліміздің барлық өңірлерінде ең өзекті тақырып АЭС құрылысы. Бұл жобаның маңызды аспектілерінің бірі атом саласында жұмыс істеу үшін білікті кадрларды даярлау қажеттілігі. Жалпы әлемдік тәжірибеге сәйкес орта есеппен 2 блокта АЭС салу 8 мыңға дейін адамды жұмыспен қамтамасыз етеді. Ал АЭС пайдалану кезеңінде жоғары және арнаулы орта білімі бар шамамен 2000 адамнан тұратын қызметкерлер қажет. Бұл ретте ядролық саладағы мамандықтар бойынша білімі бар станция қызметшілері жалпы қызметкерлердің шамамен 20%-ын құрайды. Ядролық кәсіпқойларды даярлау мәселесінде Қазақстан университеттерінде негізгі рөл бөлінген. Елімізде ғылыми институттарда жоғары білікті мамандар да бар. Сонымен қатар АЭС-ті пайдалану үшін кадрларды белсенді даярлау жалғасуда. Ол үшін ағымдағы жылдың ақпан айында Қазақстан университеттері АЭС үшін кадрларды бірлесіп даярлау туралы келісімге қол қойды. Бүгінгі таңда атом саласы үшін мамандарды оқыту 5 білім және 2 дипломдық бағдарлама негізінде бірнеше жоғары оқу орындарында жүргізіледі. Ядролық физика және технология, ядролық энергетика, ядролық реакторлар мен материалдар, ядролық инженерия мамандықтары бойынша 3 сапалы білім беру бағдарламасы аясында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің, Даукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті, Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің студенттері ядролық физика институтындағы зерттеу стационарлық реакторында тәжірибе сабақтардан өтеді. Бұл институт 1957 жылы Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының ғылыми академиясының физика-техникалық институтының базасында құрылды. Сондай-ақ болашақ бағдарламасы бойынша атом энергетикасында бакалаврлар мен магистрлер мен қосымша мамандар даярланады. Сонымен қатар Қазақстан шетелдік әріптестермен ғылыми білім беру базасын дамытуда. Тәжірибе алмасу және кадрлық әлеуетті арттыру үшін Франция, Ресей және Венгриямен бірқатар құжаттарға қол қойылды. Атом энергетикасы біздің ғылым мен білімнің дамуына оң әсер етеді. Жоғары технологиялық ғылымды қажетсінетін технологиялардың жедел дамуына, жасыл технологиялар саласындағы қазақстандық зерттеулер мен әзірлемелерді қолдаудағы инновациялардың ағымына ықпал ететін болады. Әсел Төлеубаева, Евгений Ходырев, Максим Ломакин, Теміртау жаңалықтары.